Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Сіздермен тағы да QualTest тапсырмаларын қарастыруымызды жалғастырамыз. Бұған дейінгі менде 8 видео сабақтың барлығында QualTest'ің тест тапсырмаларын, яғни тест нұсқаларын қарастырған болатынбыз. Осы аралықта әріптестерімізден әртүрлі есептер келеді әр күні. Сол есептердің типтеріне қарасам, көбінесе ұстаздар жағынан қиындық тудыратын ол бірінші тотығу тотықсыздану реакцияларының есептері, екінші кинетиканың есептері. Кинетика болғанда жылдамдық және әсіресе тепе-теңдік константасына қатысты есептер. Үшінші қоспа есептері. Қоспа болған кезде бұл жерде бәрі бар. Яғни ол газ қоспасы, ертіндімізде қоспа және қатты қоспа. Осындай типтегі есептер біздің әріптестеріміз жағынан әр күні жиі келеді. Сондықтан да бүгін біз осылардың біреусі тотығу тотықсыздану реакциясына қатысты тапсырмаларды жинақтадым. Яғни сол әріптестеріміз жіберген тапсырмалардың ішінде ең көп кездескен сұрақтарды бүгінгі видео сабағымызда қарастырамыз. Әдетте химиялық реакцияларды теңестірудің бірқанша әдістері бар. Оның ішінде ең танымал мектепте өте жақсы қарастырылатын ол электрондық баланс әдісі. Одан кейін жартылай иондық реакциялар әдісі деген бар. Тағы Гарсия әдісі бар. Одан басқа нөлдік ереже деген бар. Математикалық әдістер арқылы теңестіру неше түрі бар. Бірақ енді біз бүгінгі сабақта негізгі қарастыратынымыз электрондық баланс әдісі. Енді басқа әдістерді біз олимпиадалық дайындық кезінде қарастыратын боламыз. Біз тотығу тотықсыздану реакцияларын қарастырмас бұрын оның теориялық негізіне кішкене тоқталайық. Бұл жерде тотығу тотықсыздану реакциялар деп ТТР деп айтамыз. Бірақ әдетте мен өзім кезінде сол еске сақтағанмын, оның тек қана біреуін еске сақтау керек. Бұл тотығу тотықсыздану реакциялар әдетте қатты қиын тақырып емес, бірақ көбінесе оқушылар болсын, әріптестеріміз жағынан олардың орындарын ауыстырып қояды. Кейде тотығуды тотықсыздану немесе тотықсыздандырғышты тотықтырғыш деген сияқты. Оны шатастырмас үшін бізге тек қана біреуін еске сақтау керек. Яғни мен кезінде өзімде солай оны есте сақтағанмын. Ең бірінші мысалы тотығу. Біз осы біреуін ғана қарастырсақ, онда тотығу ол электронды береді. Яғни электрон беру процесі. N электрон белгілі бір сандағы электронды береді. Кез келген бейтерапатомда әдетте протон мен электрон тең болады. Яғни протон оң заряд, электрон теріс заряд. Ал енді біз электронды беретінсіз теріс зарядымыз азаяды. Нәтижесінде оң заряд артық қалады. Соның нәтижесінде тотығу дәрежесі артады. Ал енді осы электронды берген зат ол тотықсыздандырғыш болады. ТСШ. Сонда қысқаша тотығу дегеніміз электронды беру, N электрон беру. Электрон берсе оның тотығу дәрежесі артады. Тотығу дәрежесі артып электронды берген зат тотықсыздандырғыш болады. Болды. Қысқаша осы схеманы сіздерге еске сақтау керек. Сонда осыған қарама-қарсы болғанның барлығы ол тотықсыздану, тотықтырғыш, осының барлығы оның қарама-қарсысы. Енді бұл теорияны біз нақты тапсырмалар орындау барысында қарастырайық. Бірінші, реакция теңдеуіндегі барлық коэффициенттердің қосындысы. Яғни мынау реакцияны бізге теңестіру керекпіз. Мына жерге жазып қойдым оны. Оны теңестіру үшін бізге жай былай қарап теңестіруге де болады, бірақ ол ұзақ уақыт алады. Онда біз электрондық баланс әдісін қолданайық. Қандай элементтердің тотығу дәрежесі өзгереді? Мына жерде бізде хром +6 бастапқы тотығу дәрежесі, хромымыз +3. Тотығу тотықсыздану реакциясында тағы бір маңызды мынау тотығу дәрежесі өзгерген атом сандары екі жағында бірдей болу. Енді тотығу тотықсыздану реакцияларында біз теңестіруді бастамас бұрын осы тотығу дәрежесі өзгерген элементтердің екі жағындағы атом санының бірдей болуын тексеру керекпіз. Мысалы мына жерде хром 2, мында хром 2. Енді келесі бізде тотығу дәрежесі өзгеретін элемент йод. Ол -1-ден 0-ге дейін. Енді қарап отырсақ, міне йод бір атом, мына жақта екі атом. Онда біз мынаны электрондық баланс жасамай тұрып йодты теңестіру керекпіз. Яғни екі жағында бірдей болу керек. Енді барып біз электрондық баланс жасайық. Біз бағана айтқанымыздай, тотығу ол электронды беру, тотығу дәрежесі артады. Бізде тотығу дәрежесі артып отырған міне йод. Онда біз әрқашан бұны үстіне қарай жазамыз. Үстіне қарай белгілейік. Йодымыз -1-ден 0-ге дейін артып жатыр 1 электронға. Бірақ бізде тотығу тотықсыздануға қатысып тұрған екі атом бар. Онда 2 электрон беріп жатыр деген сөз. -1-ден 0-ге дейін ол бір ғана электрон берді, бірақ бізде екі атом бар. Сондықтан 2 электрон. Ал хром керісінше 6-дан 3-ге дейін кеміді. Бізде хромның саны 2. Сонда 6-дан 3-ге дейін 3 болу керек. 3 электрон қосып алу керек. Бірақ бізде 2 хром болғандықтан ол 6 электрон қосып алады. Болды. Енді біз жақсы білеміз.
Жаңа электронды берсе, бұл процесіміз тотығу екен. Осы мынау затымыз, яғни калий йодиді, ол бізде тотықсыздандырғыш. Болды, осы бір жағын ғана біз үнемі жасап отырса, оны екінші жағын кейін оңай ажырататын боламыз. Енді бізде тотығу тотықсыздану реакцияларының негізгі заңдылығы бойынша мынау қосып алған және берген электрон саны тең болу керек. Тең болмаса, оны ортақ есеп арқылы теңестіреміз, онда мынаны көбейтеміз 3-ке. Енді осы көбейтілген сандар коэффициенттеріне жазылу керек, осы заттардың. Ол қайсы зат? Калий йодиді және йод. Йодтың алдында онда 3. Ал енді калий йодтың алдында 2 тұр. Онда 2-ні 3-ке көбейтеміз. Онда жалпы коэффициентіміз 6 болу керек. Ол жерде 6. Ал енді хромның алдына біз ешқандай коэффициент қоймаймыз, өйткені оны 1-ге ғана көбейттік. Онда 1 болып қалу керек. Сонымен жалпы біз тотығу тотықсыздану реакциясына қатысқан элементтерді теңестіріп алдық. Енді басқа элементтерді біз жай санау арқылы теңестіреміз. Онда калийді қарасақ, калийіміз 2, мына жерде 6 калий, 8 калий тұр. Мына жақта калий жоқ, онда мына жерде 4 болу керек, 8 болу үшін. Енді калий теңесті бізде хром, ол тотығу тотықсыздану реакциясына қатысқан. Енді оттек, сутек, күкірт қалды. Онда күкіртті санайық. Күкіртіміз мына жерде 1, мына жерде 3 күкірт тұр. Мына жерде 4 күкірт, жалпы 7 күкірт тұр. Онда бізде 7H2SO4 болу керек. Күкірттің саны теңесті. Енді сутек қарайық. Сутегіміз 7. Мына жерде жоқ. Онда мына жерге 7 қоямыз. Ең соңында бізде оттек қалды. Мына сульфаттар ол өздерімен тең оттектер. Сонда мына 7 оттегіміз, ол 7 судың құрамында. Сонымен жалпы біздің тотығу тотықсыздану реакцияларымыз теңесті. Енді бізден сұрағаны реакция теңдеуіндегі барлық коэффициенттердің қосындысы дейді. Мынаны ұмытып кетпеу керек. Бұның алдында біз ештеңе жазбасақ, ол 1. Сонда 1 плюс 6 плюс 7. Мынаны жазып болдық. Ары қарай плюс 1 плюс 3 плюс 4 плюс 7. Осының барлығы бізде 29-ға тең. Онда дұрыс жауабымыз Е екен. Енді мына сіздер әдетте мысалы мектепте болсын, тағы басқа тотығу тотықсыздану реакцияларын сіздер тотығу деп жазып үйреніп қалдыңыздар. Мысалы йод минус 1-ден йод 0-ге дейін өзгерді. 2 йод бізде минус 2 электрон, ары қарай тотықсыздану деп. Бұлай жазуға да болады, бірақ бұл әдіс бойынша сіздер кішкене көбірек уақыт жұмсайсыздар. Сол үшін әдетте ОБТ-да болсын, немесе квалт-тестте болсын, осылай тотыққан немесе тотықсызданған элементтің үстінен стрелкамен белгілеу арқылы теңестіру өте жылдам болады. Әрі сіз қай элементтердің алдына коэффициент қою керексіз, оны оңай анықтайсыз. Мысалы біз мына жерде 3-ке көбейттік. Осы 3-ті біз йодтың алдына және мына жерде йодтың алдына, оның алдында 2 тұрды, онда өзінде коэффициент тұрған болса, оны көбейте саламыз. Ол 2-нің қайдан шыққанын біз басында айттық. Онда осы әдіспен біз келесі реакцияларды қарап көрейік. Екінші тапсырмада бізде тағы да тотығу тотықсыздану реакциясы берілді. Енді теңдеудің оң жағына қойылатын барлық коэффициенттер. Бұл жерде түгел коэффициент емес, тек қана оң жағында. Онда бірінші теңестірейік. Тағы да тотығу дәрежесі өзгерген элементтер. Ол марганец плюс 7-ден, марганец плюс 2-ге дейін, темір плюс 2-ден, плюс 3-ге дейін. Жаңағы айтқан заңдылығымыздай, темір мына жерде 2 атом тұр, мына жерде 1 темір. Онда 1-ден оның алдына 2-ден коэффициент жазып аламыз, яғни темір теңестіріп алдық. Енді тотығу дәрежесі артқан тотығу процесін ғана қараймыз. Онда бізде темір 2-ден 3-ге дейін артып жатыр. Онда біз темірді стрелканың үстіне жазамыз, теңдеудің үстіне қарай. 2-ден 3-ге дейін. Бір ғана электронға артты, бірақ бізде 2 атом бар тағы да. Онда 2 электрон берді. Енді біз әрқашан тотығуды үстіне жазайық, сонда ешқашан шатаспаймыз. Плюс марганеціміз енді плюс 7-ден плюс 2-ге дейін. Бұл кеміді, онда бұл 5 электрон қосып алды. Бұл жерде атом саны 1, сондықтан осы электронның айырмасын ғана санаймыз. Онда мынау калий перманганаты бізде тотықтырғыш, темір сульфаты ол тотықсыздандырғыш. Енді берген және қосып алған электрон саны тең болу керек. Онда біз теңестіру үшін 2-ні көбейтеміз 5-ке, 5-ті көбейтеміз 2-ге. Осы көбейткен сандарымыз коэффициентіне жазылу керек. Онда марганецтің алдына 2, калий перманганаттың алдына 2. Темір сульфатының алдында 5 болу керек. Мына жерде өзінде 2 тұр. Онда мына 5-ті көбейтеміз. Онда жалпы коэффициентіміз 10.
Біз тотығы тосқану реакциясына қатысқан элементтерді теңестіріп болдық. Енді қалған бізде калий, күкірт, сутек, оттек элементтеріміз санау арқылы теңестіреміз. Онда калийдан бастайық. Калий 2, мынау жерде 2, калий тең тұр. Енді күкіртті қарайық. Күкіртіміз бізде мына жерде 3, 5, 15 күкірт бар. Мына жерде 1, 16 күкірт. Мына жерде 2, 18 күкірт. Жалпы оң жағында 18 күкірт бар. Ал енді мынау жерде 10 тұр күкірттің. Онда мынаның алдына біз 8 қоямыз. Калий мен күкірт теңестірдік. Сутекті қарайық. Сутегіміз мыналарда жоқ. Мына жерде 16 сутек. Жоқ. Онда мынаның алдына біз 8 қоямыз. Ең соңында оттек қалды бізге. Оттек теңестіруші міне. 8 оттек, ол 8 судың құрамында. Енді қалған мына сульфаттарда тұрған, ол күкіртпен бірге. Мысалы, мына жерде 18 сульфат бар. Мына жерде 2, 15, 18 сульфат. Яғни оттекте тең. Енді соңғы бізден сұрағаны оң жағындағы. Яғни мынау бізде теңдеудің сол жағы және оң жағы. Оң жағында онда бізде 2 плюс 5 плюс. Мынауымыз 1 плюс 8. Сонда 16 бол керек. Дұрыс жауабымыз 16. Яғни бұл әдістің тиімділігі сонда біз тотығу дәрежесі артқан элементтерді үстіңгі жағымен жазамыз, кеміген астыңғы жағымен жазамыз. Ол стрелкамыз бәрін көрсетіп тұрады. Ары қарай біз электрондық балансын жасаймыз. Көбейтілген сандарды олардың коэффициенттеріне қоямыз. Егер оның алдында оған дейін біз коэффициент қойған болсақ, оны көбейтіп береміз. Мысалы, мынау жерде оған дейін 2 болды, мына темірлерді теңестіру үшін. Ал мына көбейткен 5-іміз, онда 2-ке 5-ті көбейтеміз, 10 болады. Жақсы, келесі сұраққа көшейік. Көміртектің концентрлі азот қышқылмен реакциясы екен. Теңдеу берілген. Реакцияда 63 грамм тотықтырғыш қатысқанда түзілетін газдардың жалпы көлемі. Онда бірінші теңестірейік. Көміртегіміз 0, одан плюс 4-қа дейін артты. Азотымыз плюс 5, плюс 4-ке дейін кеміді. 0-ден 4-ке дейін минус 4 электрон береді. Азотымыз 5-тен 4-ке дейін плюс 1 электрон. Енді біз білетін едік, тотығу ол әрқашан тотықсыздандырғыш. Онда бізде С-мыз тотықсыздандырғыш, онда HNO3-іміз бізде тотықтырғыш. Тотықтырғыш және тотықсыздандырғыш ол өнімде болмайды ешқашан. Ол тек қана реагентте болады. Реагентте. Енді мынаны электрондық балансын жасау үшін біз екіншісін көбейтеміз 4-ке. Мына 4 электрон. Онда олардың коэффициенттері 4 және 4. Енді қалған сутек оттек теңестірсек 4 сутек, онда судың алдында 2. Оттегіміз мына жерде 12, мына жерде 2 оттек, 8, 10, 12. Бәрі тең. Енді тотықтырғыш. Тотықтырғыш үнемі астында болады бізде. Сонда HNO3-іміз тотықтырғыш. Бізде түзілген газдардың жалпы көлемі. Оны бөлік жазсақ, 4 HNO3-тан біз алдық SO2-ні газ бұл және 4 NO2-ні. Енді бұған дейінгі видеоларда айтқанбыз, бізге бұлай қосып есептей салуға болады, өйткені жалпы көлем деп тұр. Жалпы 5 көлем түзіліп тұр, немесе оны біз зат мөлшерімен 5 моль деп алайын. 5 моль. Енді HNO3-іміз бізде оның массасын берді, 63 грамм. Енді HNO3-тің молярлық массасы 63 грамм моль екенін білеміз. Сонда 63-ті 63-ке бөлсек, ол 1 моль. Енді коэффициенті бізде 4, онда мынаның молін біз тауып алайық. Нью тең X. 1-ді 5-ке көбейтеміз, бөлеміз 4-ке. Сонда бізде 4-тен 5 моль. Оны көбейтеміз 22-де 4-ке, литр мольға. Сонда моліміз қысқарады. 22-де 4 қысқарады, 5-те 6. Онда 28 литр шығады екен. 28 бізде Е жауапта. Сонда қарап отырсақ, бізде реакцияны теңестіру үшін әрқашан мынау стрелка бойынша оңай болды. Екінші біз бұл стрелкада білеміз, үнемі тотықсыздандырғыш үстінде болады. Онда астындағысы автомат түрде тотықтырғыш, яғни HNO3-іміз тотықтырғыш. Келесі тапсырмада фосфордың концентрлі азот қышқылмен реакциясы берілген. Оң жағында коэффициент, бұлда тағы да коэффициенттер тұрған. Онда фосфорымыз 0-ден плюс 5-қа дейін өзгеріп отыр, артып отыр. 0-ден 5-ке дейін бізде минус 5 электрон. Азотымыз плюс 5-тен плюс 4-ке дейін бір ғана электрон, бір электрон қосып алып тұр. Енді электрондық баланс жасау үшін екінші астыңғысын көбейтеміз 5-ке. Онда коэффициенттеріміз 5 және 5. Енді 5-ті көбейтеміз 1-ге.
онда олардың коэффициенттері 1 және 1 болып қалу керек. Енді бірді әдетте жазбаймыз, бірақ біз енді мынау коэффициенттерді сұрағандықтан оны жазып қойдық. Енді ең соңында бізде сутек пен оттек қалды. Сутегіміз 5, мына жерде 3, мына жерде 2, 5 болып тұр. Оттегіміз 15, мына жерде 4, 10, 15. Және реакциямыз теңесті. Енді бізге оң жағындағы коэффициенттер ол 1, 5, 1, сонда жалпы 7-ге тең. Енді келесі тапсырманы қарастырайық. Металл натрий сұйытылған азот қышқылмен әрекеттескенде қалыпты жағдайда 4-48 литр азот пероксиді түзілген болса, жұмсалған азот қышқылының массасы. Енді азот қышқылы сіздер жақсы білесіздер, өзіне тән ерекше қасиеті бар, оның тотығу-тотсану реакцияларында. Онда мынау жерде сол өзінің ерекше қасиетін көрсетіп тұр. Онда натрий реакцияны жазсақ, HNO3-пен әрекеттеседі. Кез келген металл азот қышқылмен әрекеттескенде үнемі тұрақты екі өнім болады. Ол біреуі сол металдың нитраты, екіншісі су. Ал енді осы реакцияның тотығу-тотсану реакциясының негізгі өнімі ол N2O. Оны бізге есептеу өзі айтып отыр. Азот бір оксиді түзілді. Мысалы, мынау басқа өнімдерді айтқан жоқ, оны сіздер білу керексіздер. Әрқашан солай кез келген металл. Ол мысалы магний болса, магний нитраты және су тұрақты өнімдер болады. Енді біз тотығу дәрежелерін анықтайық. Натрийіміз бастапта 0 болды. Реакциядан кейін +1. Азотымыз бастапта +5 болды. Реакциядан кейін +1. Енді мынау жерде тағы бір көңіл бөлу керек. Азот +5 болды. Мына жерде де ол +5. Бағанағы реакциялардың айырмашылығы осында. Мынау элементіміз ол тотықсызданды және ол ешқандай өзгеріссіз қалды. Бұны біз ең соңында коэффициенттер қойған кезде ескереміз. Енді біз берген қосып алған электрондарды санап бастайық. Онда натрийіміз 0-ден 1-ге дейін артты. 1 электрон берді. Енді азотты санамас бұрын, міне азот мына жерде 2 атом тұр. Мына жерде 1 атом. Онда біз оны алдымен осыны теңестіріп алайық. 2 деп. Енді 5-тен 1-ге дейін 4 электрон болу керек. Бірақ бізде 2 атом болғандықтан 4-те 2-ге көбейтеміз, 8 электрон. 8 электрон қосып алады. Енді электрондық баланс жасасақ, мынаны көбейтеміз 8-ге, мынаны көбейтеміз 1-ге. Онда натрийлардың алдында 8 деген коэффициент болу керек. Енді мына екеуінің алдында ол 1 болу керек, міне 1. Мына жерде енді 1-ді 2-ге көбейтсек, бәрібір 2 болып қалады. Бірақ біз ескеру керекпіз. Азот не +5 болды. Біздің мына айтып отырған екіміз ол +1-ге дейін өзгерген азоттың саны. Енді реакциядан кейін бізде тағы да ешқандай өзгеріссіз қалған азот бар. Мына жерде 8 азот. Оны біз мынаған қосып береміз. Сонда 2-ге 8 қоссақ 10 болу керек. Осы жерін тағы бір рет қайталап жіберейін. Бағанағы реакцияларда бұндай болған жоқ, бірақ бұны ескеру керек. Мысалы біз мынау қойып жатқан коэффициенттеріміз ол тек қана тотығу-тотықсыздануға қатысқан атом сандары ғана. Бізде кейде элементтер болады, ол тотығу-тотсану реакциясына қатысады және өзгеріссіз қалады. Сонда біз қатысқан коэффициенттерін былай электрондық баланс арқылы табамыз. Ал енді қалған өзгеріссіз қалған атомдарды сол коэффициентке қосып береміз. Мысалы жаңа бізде мына электрондық баланс әдісі бойынша HNO3-тың алдында 2 қалған, бірақ мына жерде өзгермеген 8 азот бар, +5 болып қалған. Соны қосқаннан кейін 10 болды. Енді ең соңында сутек пен оттекті санап жүрейік. Сутегіміз мына жерде 10. Жоқ, онда мынаның алдында 5 болу керек. Осылай бізде тең болды. Оттегіміз мысалы 30. Мына жерде 24, біреу 25, да 5-еу 30. Әрине бәрі тең. Енді есепке келейік. 4-48 литр азот пероксиді түзілді. Мынаның көлемі 4-48 литр. Жұмсалған азот қышқылының массасы. Онда мынаны өзім бөлек жазып алайын. 10 HNO3-тан тек қана 1 мол N2O шығыпты. Онда мынаның көлемі 4-48 литр. Астында 22-де 4. Мына жерде HNO3-ымыз 63. 63-ті 10-ға көбейтсек 630. Енді M тең X. Көріп отырғанымыздай 22-де 4-тің 2 есесі бізде 44-те 8. Онда 630-ның 2 есесі 1260. Енді бірақ мынау 44-те 8 емес, 4-те 48, яғни 10 есе аз. Онда мынаны 10-ға бөлсек, ол 126. Сонда бізден сұрап отырған масса HNO3-іміз 126 грамм екен. Соңғы жауабымыз сонда 126 грамм. Енді біз күрделірек тотығу-тотсану реакциясына келейік.
Келесі тапсырмада мынау рияса теңдеу берілген, тотықтырғыш алдындағы коэффициент. Онда элементтердің тотығу дәрежесін анықтайық бірінші. Сульфид әрқашан -2. Онда мынауымыз +3. Мышьяк мынау жерде +5 болды. Көріп отырғанымыздай ол артып жатыр. Сульфидіміз -2-ден +6-ға дейін. Ол да артып жатыр. Азотымыз +5. Мынау жақта ол +4-ке. Енді бұл рияса жаңағы риясаларға қарағанда кішкене күрделірек. Екі элементтің тотығу дәрежесі артты, бір элементтікі кеміді. Енді тағы да қарасақ, міне мышьягымыз 2. Онда бірден біз электрондық баланс жасамай жатып 2 қойып алайық. Мынау мышьяк теңестіру үшін. S бізде 3, онда H2-4-тің алдына 3 қойып алайық. Енді біз артқан кеміген электронды санайық. Мышьягымыз 3-тен 5-ке дейін артып жатыр. 2 электрон болу керек, бірақ бағанадан бері айтып жатырмыз. Ол жерде 2 атом болғандықтан, міне 2 атом болғандықтан ол 4 электрон берді. Ал енді сульфидіміз -2-ден +6-ға дейін, -2-ден +6-ға дейін, 0-ден 6-ға дейін өзі 6 электрон, онда ары қарай 0-ден де төмен -2. Сонда бұл жерде жалпы 8 электрон беру керек. Бірақ бізде мына 3-ті ескеру керекпіз. 3 атом. Онда бір атом 8 электрон берсе, 3-еуі 24 электрон береді. 24 электрон. Енді біз азотқа келейік. Азотымыз +5-тен +4-ке дейін 1 электрон қосып алды. Енді мына жерге қарасақ, бізде 2 элемент электрон беріп жатыр, біреу қосып алып жатыр. Онда біз мына бергендердің барлығын біріктіреміз. Сонда бізде жалпы берілген электрон саны 4 және 24, оның қосындысы -28 электрон. Жалпы 28 электрон беріліп жатыр мынау риясада. Қосып алған электрон біреу. Онда мынаны көбейтеміз 28-ге. 28 қайдан шықты? Ол міне -4 электрон мышьяк берді. -24 электрон ол күкірт берді. Сонда осы екеуінің жалпы 28 электрон берді. Өйткені тотығу тосқын риясасында біз ол 2-ақ процесс болу керек. Тотығу, тотықсыздану. Сол үшін мына 2 тотығуды біз біріктіреміз. Сонда 4 электрон мен 24 электрон 28 электрон береді. Енді мынау 28 азоттардың коэффициентіне кету керек. Онда NO2-ның алдында 28, HNO3-тің алдында 28. Енді бізге мышьяк пен күкірт оларға көбейтілу керек бір, яғни оның коэффициенттері өзгермейді. Мынау екілерді біз жаңа мына атомдар бойынша теңестіріп тотыққан. Енді сутек пен оттекті қарайық. Сутегіміз бізде 28, мына жерде 6-ау, онда 22 қалды. Мына жерде 6-ау, 16 қалды, онда мынаның алдында 8 болу керек. Оттегіміз, мына жерде 28 оттег, ол бізде 84 болу керек. Сол жағында 84 оттег. Мына жерде 2, 4, 8 оттег. Мына жерде 28 2-ге көбейтеміз 56 оттег. Мына жерде 8 оттег. Ең соңында 12 оттег. 12. Сонда 20, 76, 84. Екі жағы тең. Яғни риясамыз толық теңесті. Енді бізден сұрап отырғаны тотықтырғыштың алдындағы коэффициент. Енді біз білеміз, электронды беру процесі ол тотығу. Бұл тотығу болған жерде тек қана тотықсыздандырғыш болады. Онда үстіңгі жағында тотықсыздандырғыш болса, астыңғы жағында тотықтырғыш, онда бізде HNO3-ымыз тотықтырғыш. Ол тотықтырғыш және тотықсыздандырғыш тек қана реагентте болады дегеніміз. Сондықтан мына екеуі тотықсыздандырғыш болды міне. Онда HNO3-ымыз тотықтырғыш. Сонда тотықтырғыштың алдындағы коэффициент бізде 28-ге тең. Бұл реакциямыз енді коэффициенті бойынша үлкен коэффициенттер. Бұны сіздер жай былай санап теңестіру өте қиын. Бірақ электроландық баланс әдісін білсеңіздер, бұл реакцияны жай жылдам теңестіруге болады. Келесі тапсырманы қарастырайық. 2 мол аммиак катализаторы қатысынсыз оттекте жанғанда өнімнің шығымы 75% болды. Реакция нәтижесінде түзілген газ күйіндегі заттың мөлшері. Онда сіздер жақсы білу керексіздер. Аммиак әдетте оттекпен екі түрлі жағдайда әрекеттеседі. Біреуі ол катализатор қатысында болса, O2 катализатормен. Онда бізде NO түзіледі және H2O. Теңестіргенден бұл реакция 6, 4, 5, 4. Бізге берген жағдайы катализатор қатысынсыз.
Енді біз көбінесе мынау реакцияны жазып үйренеміз, бірақ катализатор қатысыз болса, онда бізде NH3 плюс O2 жай ғана азот газы түзіледі. Және H2O. Теңестіргенде 4, 3, 2, 6. Бізден сұрап отырған сонда екінші реакция. Енді бұл теңдеуді білсек, онда ары қарай есептеу оңай. 2 мол аммиак, яғни аммиагымыз 2 моль. Оттегі жағында өнім шығым 70%. Реакция нәтижесінде түзілген газ күйіндегі зат. Газ күйіндегі зат N2. Онда осының бірінші зат мөлшерін табылайық. New X. Онда 4-те 2. Онда 2-де оның жартысындай болып тұр. Міне 4-те 2 оның жартысындай. Онда 2-де бізде бұл керек 1 моль. Ал енді шығым бізде 75% деп берілген. Яғни осы 1 мольді көбейтеміз 0,75-ке. Сонда соңғы жауабымыз 0,75 моль. Да, ең соңғы жауабымыз бізде 0,75 моль газ алынады екен. Онымыз N2. Бұл тапсырмада сонда сіздер мынау теңдеуді жақсы білу керексіздер. Келесі тотығу реакциясы. Көміртектің концентрлы азот қышқылмен әрекеттесу реакциясында түзілетін газдардың судан басқа жалпы көлемі 56 литр болса, жұмсалған көміртектің массасы. Бұл реакцияны жақсы білу керексіздер. С плюс HNO3 бұл бағана үстіңгі жағында болған SO2, NO2 және H2O шығатын еді. Енді электрондық балансын жылдам жазсақ, 0 плюс 4, яғни бізде 0-ден 4-ке дейін 4 электрон берді. Азотымыз плюс 5-тен плюс 4-ке дейін 1 электрон қосып алды. Сонда бізде азотымызды көбейту керек біз 4-ке, өйткені берген электрон 4-еу. Коэффициенттеріне 4 барады. Мыналардың коэффициентінде 1. Енді ары қарай сутек теңестіру үшін H2-ның орнына 2 қоямыз. Бұл реакция жылдам теңеседі. Енді бізде жалпы көлем, газдардың жалпы көлем. Яғни мына екеуінің көлемі берілген. SO2 мен NO2. Онда мына жерге өзім бөлек жазайын. Онда бізге көміртектің массасын сұрады. Онда ол С, коэффициенті 1. Осыдан бізде SO2 түзіледі біреу және 4 NO2. Газымыз осы екеу. Онда бұлардың көлемі 56 литр берілген. Енді коэффициентті қарасақ 1 және 4, 5. Онда 5-ті көбейтеміз 22-де 4-ке, онда 112. Көміртектің массасы бізде сұрап отыр, X. Онда астында бізде атомдық массасы 12. Енді қарап отырсақ 112-ның тең жартысы 56, онда 12-ның тең жартысы бізде 6 болу керек, 6 грамм. Сонда жауабымыз 6 грамм. Сонда бұл жерде сіздер тотығу реакциясының электрондық баланс әдісін білсеңіздер, әрі мынау әдісті алдыңғы нұсқа талдауларымызда көрсеткенмін, яғни газдар болса, оның жалпы көлемін бірге санауға болады. Сонда мына жерде жалпы 5 көлем, ол 112, бізге жалпы көлем 56 литр берілген. Одан кейін мынау екінші көбейтіп бөлмей ақ есептеу әдісінде мен алдыңғы видеоларда айтқанмын, 112-ның тең жартысы ол 56 болады, онда 12-ның тең жартысы 6. Осылай оны анықтауға болады. Бұл әдістер әсіресе ОБТ-да және квал-тестте сізге калькуляторлы қолданбай жылдам есептеуге өзі жақсы көмектеседі. Келесі 9-шы тапсырмаға келейік. Фосфориттен мынау реакция бойынша алынады. Реакцияны да жазып қойдым. Реакцияға 5 мол тотықсыздандырғыш қатысқанда түзілетін фосфордың массасы мен бөлінетін газдың көлемі. Бөлінетін газ деп отырған ол бізде СО. Екі нәрсені сұрап отыр. СО-ның бізде көлемін сұрап отыр. Фосфордың массасын сұрап отыр. Егірік деп жазып қойын. Енді тотығу реакциясын бірінші теңестіріп алайық. Ол үшін бізде фосфорымыз плюс 5. Реакциядан кейін ол жай затқа айналды, онда 0. Енді мына жерде бірден көріп отырмыз, фосфорлар тең емес атом саны. Мына жерде 2 фосфор бар, міне. Мына жерде 4. Онда мынаның алдына бірден 2-ні қойып теңестіріп алайын. Келесі элементіміз ол бізде көміртек. Ол бастапта 0 еді. Реакциядан кейін көміртек плюс 2 болды. Мына жерде ол плюс 2. Басқа элементтер бізде өзгеріссіз. Онда артып отырған ол көміртек 0-ден плюс 2-ге дейін минус 2 электрон берді. Фосфорымыз плюс 5-тен 0-ге дейін 5 электрон болу керек, бірақ бізде жалпы 4 адам бар.
Онда 4, 5, 20. 20 электрон ол қосып алды. Енді берген және қосып алған электрон тең болу керек. Онда 2-ні көбейтеміз 10-ға. Осы көбейткен сандарымыз коэффициенті болу керек. Міне, С-ның алдында 10, СО-ның алдында 10. Фосфордың алдында 1, мынаның алдында 2. Бұл жаңа фосфор теңестіруден қалған. Енді басқа элементтерді қарасақ, кальцийіміз бізде 6 болып тұр. Онда мынау коэффициентіміз 6. Силициум бізде 6, онда силициум алдында 6. Енді ең соңында оттек. Оттегіміз бізде 8, 2, 16. Мына жерде 12, 28, 18, 10, 28. Бәрі тең. Енді реакция толық теңесіп болған соң біз қажетті шамаларды ғана бөліп алайық. Бізде сұрап отырғаны 5 мол тотықсыздандырғыш дейді. Тотықсыздандырғыш біз білеміз үстіңгі жағында болу керек. Яғни мынау тотығада тотықсыздандырғыш деп айтқанбыз. Тотықсыздандырғышымыз ол көміртек болады екен. Онда 10 С. Осыдан біз фосфордың массасы, яғни ол по 4 біреу, және бөлінген газдың көлемі, яғни СО-ның көлемін сұрап отыр. 10 СО. Жақсы, онда мынаның зат мөлшері 5 моль. Масса фосфор табылайық, X. Мынаның зат мөлшері коэффициенті 10, онда 10. Фосфорымыз 31, 31-ді 4-ке көбейтсек 124. Енді көріп отырмыз, мынаның тең жартысындай. Онда 124-дің тең жартысы бізде 62 грамм. Келесі бізде СО-ның көлемін сұрап отыр, X. Онда астында қарасақ бізде 10, 10-ды 22-ді 4-ке көбейтсек 224 литр. Енді мынаның астында 10, 10-да 5, тағы да тең жартысындай, онда 224-дің тең жартысы ол 112 литр. Сонда біздің соңғы жауабымыз масса фосфор 62 грамм, көлем СО-мыз 112 литр. Мына есептерді қарасаңыздар, калькулятор қолданып ешқандай керегі де жоқ. Реакцияны бірінші теңестіреміз, ары қарай былай керегін бөліп алып, қысқарту арқылы есептей беруге болады. Бүгінгі видеода қарастыратын біздің ең соңғы тапсырмамыз тотық-тостан реакциясында 4 мол тотықтырғыш қатысқанда бөлінетін азот моноксидінің көлемі. Яғни бізге мынаның көлемін сұрап отыр. Тотықтырғыш деп отыр. Қазір оны анықтайық, қайсы тотықтырғыш, қайсы тостандырғыш. Онда мысымыз 0-ден плюс 2-ге дейін артып жатыр. Азотымыз плюс 5-ден плюс 2-ге дейін кеміп жатыр. Онда артқанды біз үстіне жазамыз. 0-ден 2-ге дейін минус 2 электрон. Азотымыз плюс 5-ден плюс 2-ге дейін жалпы 3 электрон. 3 электрон қосып алды. Енді берген қосып алған электрондар тең болу керек. Онда мынаны көбейтеміз 3-ке, мынаны көбейтеміз 2-ге. Көбейтілген 3-тер коэффициентіне барады 3 және 3. Көбейтілген 2 коэффициентіне барады 2. Енді мына жерге 2 болу керек. Бағана біз айтқанымызда міне азот плюс 5, мына жерде де ол плюс 5. Онда біз жаңағы 2-ге осы өзгермеген азотты қосамыз. Онда мына жерде жалпы неше азот бар? 2, 13-ке көбейтеміз 6 азот бар. Мына жердегі коэффициентіміз 2 болу керек. Мына 6 мен қосқанда 8. Бұны бағана біз үстінде тағы бір реакцияда кездестіргенбіз. Яғни мына өзгермеген азотты біз коэффициентке қосып береміз. Енді ең соңында сутегіміз 8 сутек. Онда мына жерде 4 су болу керек. Теңдеуді теңестірдік. Енді тотықтырғыш. Біз үстіңгі жағында тотықсыздандырғыш болады дедік. Онда астында тотықтырғыш. Онда тотықтырғышымыз HNO3. Тотықтырғышымыз HNO3. Керекті шамаларды қысқаша жазып алайық. HNO3 8 4 мол тотықтырғыш қатысқанда бөлінетін азот моноксидінің газы. Азот моноксидіміз 2NO. Онда мынау 4 моль. Теңдеуде бізде 8 коэффициенті. Мынаның көлемін сұрап отыр. Онда коэффициент пен молярлық көлем ол 2-ні көбейтеміз 22-де 4-ке, сонда 44-де 8. Енді 8-дің 4 тең жартысы, 44-де 8-дің тең жартысы ол 22-де 4 литр. Сонда соңғы жауабымыз VNO тең 22-де 4 литр. Жақсы. Осымен бүгінгі біздің сіздермен қарастыратын тотығы-тостан реакцияларында кездесетін есептер типіміз аяқталды. Жалпы 10 тапсырма қарастырдық.
Бүгінгі видеомызда біз электрондық баланс әдісін қолдануды үйрендік деп ойлаймыз. Әсіресе бізде ОБТ-да және квалитет кезінде бізге ең маңыздысы уақыт, яғни уақыт үнемдеу керекпіз. Сол үшін біз толық тотығу, тотықсыздану процестерін жазып, оформлениесін жасағанға уақыт кетірмеу керекпіз. Біз тотығу тосқан тек қана қайсында электрон өзгерді, соларды стрелка арқылы көрсетуге болады. Осы жерде естеріңізге сақтаңыздар, әрқашан тотығу дәрежесі артқан элементті реакцияның үстіңгі жағымен белгілеңіздер. Сонда сізде ол туралы ешқашан шатаспайсыз. Сонда үстіңгі жағында сізде тотығу дәрежесі артады, ол тотығу процесі болады. Тотығу процесі болған жерде ол тотықсыздандырғыш болады. Осы жалпы жинақты сіз үнемі қолдансаңыз, онда бір 10 реакция жазғаннан кейін ол мәңгі сіздің есіңізде қалады. Бұны әрқашан практика жасаңыздар. Өздеріңіз жақсы білетін бір қанша тотығу тосқан реакцияларын алып, теңестіріп, үнемі практика жасаңыз, онда бұл тест кезінде өте жақсы көмектеседі. Көптеген қиын тотығу тосқан реакцияларын сіздер бірнеше минутқа жетпейтін уақыттың ішінде тапсырманы орындап боласыздар. Сонымен құрметті әріптестер, бүгінгі сіздермен тест талдауымыз осымен аяқталды. Аман сау болыңыздар, алдағы видео сабақтарда кездескенше.